Қайырлы кеш оқырман. Махаббат біткен деген осы ма? Бәріміз білетін Аружан мен Арген үйленіп, ажырасқандай болды. Араларында болған ұрыстарды да ортаға жайып салмаған болатын. Екеуі тек екіге кеткен болатын. Үйлену оңай, үй болу қиын деген осы. Ал ендігі болса Аружан басқа жігітті ұнатып, жаңа жұптықта жүргендей. Көзінен қайта бір жарық көрінгендей. Такой доступ. Я такая интакция. Кайсы. Махаббатын енді тапты ма? Көптеген пікірлер, біреуі Аружанды қолдап жатыр. Екіншісі болса Аргенді жақтап жатыр. Асықтық жасадың дегендер де бар. Кімге жақсы боласын, Аружан енді өз бақытын тапқандай. Бақыт тілейміз, ұзағынан болсын. Ал пікірлерге көшейік. Мя Арген сені аяғыңа тұрғызды ғой. До конца көмектесті ғой сен жатып қалғанда. Онда еркекті мен ни зачты тастамас едім, ренжітпес едім. Шынымен де Арген жасаған жақсылықтарды тез ұстыпсын, ете өкінішті. Арген қиындықты тастамайтын адам, оған бәріміздің көзіміз жетті. Сен жақсы болғанды іздейтін жігіттің не керегі бар? Қиын болғанда Арген сияқты қасында болған жігіттен айналайын. Еркек бір жақсылық жасап еді, көріп қалыпсыңдар. Әйел қаншама жақсылық жасайды, сонда неге іштерін тарылып қалады? Көмектесе де әйелі болды. Ол жасамағанда кім жасайды? Керісінше болса, сол оқиға Аружан екесе қылып қайтаратын еді. Кезінде Арген Россияда жүргенде Аружан өзі жобаға шақырып алған болатын. Арген келсе болды, маған мусорный бактың жанында жасасамда, Аргенмен қосылсам болды деген сөзі қайда қалды? Арген жаман жігіт емес еді. Аружанмен жасап жаман болып кетті ма, кім білсін? Екеуі де бақытты болсын, теңдерін жолықтырып. Аружан авариядан тұра алмай жатқанында Арген қанша қарады саған? Даже туысында қарамайды Аргендей.